Баршаңызға қайырлы күн достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода осындай дәмі ерекше, қыста шөл дегенде шөліңді басатын, құрамында витамині мол сусын мохито жасайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер және туыстарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Ең алдымен 3 литрлік банкілерді және темір қақпақтарды жақсылап жуып, содамен және де ыстық парға булап алдым. Одан кейін қажетінше жүзімді жақсылап 2-3 рет жақсылап таза сумен жуып, суынан сырғытып аласыздар. Және де 3 литрлік банкіге өздеріңіздің қалауларыңызша жартыға жеткізіп, немесе жартыға жеткізбей жаңағы жүзімді саласыздар. Жүзімді салып болғаннан кейін банкаға қайнап тұрған ыстық суды құйып 20 минутқа көміріп қоясыздар. 20 минут өткеннен кейін суды кастрөлге аударып аламыз да қайтадан астына от жағып қоямыз. Бұл су қайнап шыққанша жүзімнің бетіне салқын суға жуылған таза жалбызды саламыз. 3-4 сабақ салсаңыздар болады, қаласаңыздар одан да көбірек салуға болады. Және де алдын ала туралған бір банкаға бір дана лимонға жетпейтіндей мөлшерде осындай сақина тәрізді лимонды турап саламын. Және де әр банкаға 1,5 бокал шекер салып шығамын. Шекер салып болғаннан кейін жаңағы біздің суымыз қайнап қалады осы уақыт аралығында. Енді банкаға қайнап тұрған ыстық суды құйып, бетін темір қақпақтармен жауып, автоматпен жақсылап бұраймыз. Және де өстіп аузының дұрыс жабылған жабылмағандығын тексеріп, ары-бері аунатып болғаннан кейін банкілерді төңкеріп, бір тәулікке үстін орап қоямыз. Қыстың күні осындай шөл дегенде шөліңді басатын қолдың табиғи салқын витаминдерге толы сусынын ішкенге не жетсін. Қол жетімді және табиғи пайдасы орасан зор, натуральный дейді ғой, осындай құнары көп таза сусынды жасап ішуге сіздерге кеңес етемін. Қазіргі кезде не көп дүкенде газдалған, адам ағзасына өте зияны, орасан зор сусындардың орнын осындай табиғи сусынмен алмастыруға сіздерге кеңес етемін. Міндетті түрде осы рецептпен осындай мятный және де лимон қосылған шырынды сусындарды жасап көріңіздер деп кеңес етемін. Және алдағы